Зебралар төбелескенде артқы аяқты тістеуге тырысуының негізгі себебі қарсыласын әлсірету және қозғалыс қабілетін шектеу. Олардың артқы аяғы өте қуатты. Олар оны қорғану немесе шабуыл кезінде теуіп қолданады. Сондықтан қарсылас зебра сол күшті қаруды залалсыздандыру үшін тістеп, зақымдауға тырысады. Егер артқы аяқ жараланса, зебра дұрыс жүре алмайды, секіре алмайды, қашып құтыла алмайды. Бұл жыртқыштардан қорғануда үлкен кемшілік. Артқы аяқтың жарақаты қарсыластың тепе-теңдігін бұзады. Бұл оны жеңіл нысанаға айналдырады. Еркек зебралар көбіне табын басшысы болу үшін төбелеседі. Мұндай шайқастарда қарсыласты жарақаттау арқылы мүлдем ойыннан шығарып тастау стратегияның бір бөлігі. Олар күресті жан тәнімен, ашумен, өшпенділікпен, өз бауырын жермен жексен етуге тырысты. Бірақ олар бір нәрсені ұмытты. Нағыз қауіп сырттан келе жатқаны еді. Ал жыртқыш бірден шабуылдамайды. Зебралардың бір-бірін әлсіретуін әдейі күтеді. Олар әбден шаршап, жүгіруге һәм аяқ басуға шамасы қалмаған кезде ғана шабуыл жасайды. Табиғатта да, тарихта да ішкі алауыздық әрқашан сыртқы жауға жол ашады. Бірлігі жоғалғандардың болашағы бұлыңғыр.